Бота ТV. Барлықтарыңа сәлем, Ботиманкан каналына қош келдіңдер. Түріме мән бермеңдер, білесіңдер ғой, мен қазір қандай жағдайда екенімді. TikTokта қазір көп көрініп жүрген жоқпын. Бүгінгі видеода менің TikToктағы ең үздік, ең көп қаралым жинайтын және өзіме ұнайтын топ 16 видеолардың тізімін жасап қойдым. Солардың ішінде маған ең көп ұнайтын топ 11 мен топ 14 видео, ең қатты ұнайтын. Сол видеоларды қарап, маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңдар. Қай видео қатты ұнады, соны жазыңдар. Қазір 5 минуттық үзіліс болады. Анау жағдай төмен отбасынан шыққан Шүкірбаева, Қанағатбаева. Я апай, 5 минуттық үзілісте ана тегін тамаққа барып келіңдер тезірек. Қанағатбаева, тегін тамаққа барамыз. Апай, осы екеуі неге тегін тамаққа бара береді? Біз неге бармаймыз? Тегін тамақ қой, керек не сендерге жағдайларың бар ғой. Анау көп балалы, жағдай жоқ отбасылардан шыққан балалар ғана жейді ол тамақты. Шүкірбаева, жағдай төмен отбасы деген не ол? Мен өзім де білмеймін. Тегін тамаққа барып келейін, үзіліс аяқталып кетеді. Қане тез балалар жиналамыз. Қазір ровно сағат 3-те цирк басталады. Апай, Шүкірбаеваға қой. Шүкірбаева ақша қоспаған циркке, ол сыныпта қалады, біз келгенше күтеді. Жүріңдер тез. Жағдай төмен отбасынан шыққан оқушылар ертең әп-әдемі аппақ болып мектеп формаларын киіп келіңдер. Акиматтағылар жаңа жыл қарсаңында сендерге сыйлық береді, соны телевидениеге түсіреді. Я апай, киіп келеміз аппақ болып. Біз телевизордан көрсетедік. Оқушылар 8 сыныпқа қадам басуларымен оқу жылының басы ғой. Анау кімдер еді? Жағдай төмен отбасынан шыққан оқушылар, акиматтағылар сабақ құралдарын беріп жатыр, соны ертең бәрін алып кетіңдер. Мұғалім, мені тізіммен алып тастаңызшы, маған керек емес. Неге? Келін жыл сайын алып жүрдім ғой. Сол. Хозяин! Ора! Рейс емес! Хозяин! Орысың ба? Иә, үйде хозяин жоқ. Анан алып берші, сосын сейфтің кодын айтам. Сейфтің кодын айтам. 1, 2, 3, 4, 5. Ішінде килограмм алтын бар. Удачи. Рахмет. Үйден қалай құтылуға болады? Мам. Ау! Ёп, твоя мать-тыңызы, не мынау апа, ойбай! Ну, мам, да, сап-сауқын ғой. Жоқ, қалада те. Жоқ, болды қазір әкелесем, қой. Жоқ дедім ғой мен саған. Мам, қарасай, сөз секімді ғой. Ей, сүйме көтін! Немене барлықтарының көтін сүйіп қайта-қайта? Ертең өзінің көтінен грис шығады. Ёп, твоя мать-тыңыз. Мам, қарасай, ертең ол чықандарды аулайды. Бізге керек бұл, мам. Мам, бұл вообще-то шотландка породасы. Шотландка масы қанша тұрады? Қызым, бері қай кеш? Мам. Кел ала, кел. Ақпалымыз е? Ақпалымыз ал. Иә. Точно ба? Иә, точно. Ай, думала, Апай, сіз мұғалім болып туылдыңыз ба? Сіздің үйіңіз осы мектеп ба? Апай, осы сіз тамақ ішесіз ба? Апай, сіз неге осы бәрін білесіз? Біз неге білмейміз? Апай, сонда сіз күйеуіңізбен осы мектепте бірге тұрасыз ба? Апай, сонда сіз бізді асырап алдыңыз ба? Апай, сіз тышасыз. Майна, бар суап пешкін көп тұр. Мам, қойшы! Ей, алып келдім. Ертең үніне қандай үлгі боласың? Маған әні керек еме! Мам! Ей, тыныш. Мам, мен қарным ашты. Қол бар, өзін іш. Әніне қара отыр. Мен дұшқа түсіп берем, дұрыстап қара. Оңға бұрыл. Солға бұрыл. Тіке. Аха, болды. Көрсем бола ма? Сен қуасың ба? Қайдағы көргеде? Бас істемейді екен ғой мына. Көркем жазу сабағында балаларға қаламда оң қолымен ұстауды үйрету керек. Өйткені дұрыс оқушыға дұрыстап үйрету. Осылайша балаға ішім өтіп шыққым кеп, бәрі құрсын іші төсен көтім ай. Кешіріңіз. Hold that thought, I'm gonna call you back.
Oh Lord. Жиран жаққа әңгімелесеміз, әңгіме бар. Аха. Не болды, мам? Мынау сенің толстовкың сияқты. Уолпринт KZ-тен 2 толстовкаға әкең мен менің суретін шығаруға заказ берші. Сосын анау кружкаға екеуміздің суретіміз шығар. Бір түрлі отбасы деп үйленгенімізге 30 жыл скоро. Тапсырыс бер. Уолпринттан заказ беру керек па? Әкеліңіз. Ілгеріп келді, я жақсы болды. Сабақтың үстіне жарылып кетер заңым. Бұтмачам. Ілгерді қайтпа. Мана апайыпты ғой, есіңде қалды ма? Ертең мектепке комиссия келеді дейді. Сол комиссияның келгені құрсыш, түрін мүлдем көрмеппін, жыл сайын келеді, солар бар ғой. Соны айтпаш, жыл сайын келеді, түрін вообще көрмеппін, сол комиссияның бар ғой. Қағаз бар ма? Менде де болып қалдым. Мына жерде бір блокнот жатыр екен, соны ала салайықшы, я. Уақыт жоқ болшы тез. Мен де сүртем қазір. Мен қайдамын? Біздің туалет қайда? Саламатсыз ба? Біздің бұрынғы туалет қайда? Осы. Мына біздің туалет па не? Чё за роскошь, ё-моё! Бүгін комиссия келетін күн еді ғой. Туалетный қағаз еще освежитель! Чё за роскошь! Мына сыныптағыларға айту керек қой. Хозяин неге таза кетпеді? Өліп қалдым ба, не? Не ішінде білмеймін. Кешкі 6-ға дейін тамағымды дайындап қойып. Ванныйға шығып кеттім. Жуа саласың ғой. Тұр. Жан-жан маңғасы.